Байқап көрдің бе? Кейбір адамдар испан, француз, жапон сияқты тілдерді бірінен соң бірін оңай меңгеріп жатқандай көрінеді. Ал біз болсақ, түске дейін сәлем деген сөздің өзін ұмытып қаламыз. Бұл сиқыр да емес, туа біткен ерекше қабілет емес. Мұның бір ғана қарапайым себебі бар. Олар тілді қалай үйрену керектігін біледі, және сол дағдыны өмір бойы қолданады. Ал бүгін сенде сол дағдыны меңгересің, осы әдісті бір рет игерсең, оны өміріңнің соңына дейін кез келген тілді үйренуге қайта-қайта пайдалана аласың. Нағыз мәселе сенің тілге қабілетсіз екеніңде емес. Мәселе саған тілді дұрыс үйретпегенде. Соның салдарынан миыңдағы табиғи тіл үйрену механизмі әлсіреп қалған. Мәтінді жаттап алу қызығушылықты жояды. Грамматикаға шамадан тыс әуестену адамды қорқынышқа итермелейді. Қате жіберемін деген үрей сөйлетуге мүмкіндік бермейді. Ал дәл сол уақытта сілекейі ағып жүрген кішкентай сәбилер етістіктің шақтармен жіктелуін мүлде білмесе де, ана тілінде еркін сөйлеп кетеді. Саған керемет есте сақтау қабілеті қажет емес. Саған дұрыс тілдік түйсік қажет. Ендеше, миыңды табиғат бастапқыда қалай үйренуге жаратса, дәл сол күйіне қайта бейімдейік. Бар болғаны 3 қадам. Бір ғана тоқтаусыз жұмыс істейтін әдіс. Бірінші қадам, бейберекет жағдайдан қорықпа, оны жақсы көр. Тілді еркін меңгеру үшін бәрін алдын ала ойлап шығу мүмкін емес. Оны сезіну керек. Жаңа тілді үйрену барлық жол белгілері бейтаныс таңбалармен жазылған. Ешкім сенің тіліңде сөйлемейтін жаңа қалаға көшіп барғанмен бірдей. Алғашында өзіңді жоғалып кеткендей сезінесің. Бірақ әрбір қате қадам саған жаңа нәрсе үйретеді. Міне, сенің тапсырмаң. Үйреніп жүрген тіліңдегі сериалдарды сол тілде көр. Субтитр болса да өз ана тіліңде емес, сол тілдің өзінде болсын. Подкасттар мен YouTube видеоларын тыңда. Алғашында 1-2 сөз ғана түсінсең де, тоқтама. Мен мағынаны өзі іздеп, өзі табуға тырыссын. Оқиғалы бейне ойындар ойна. Кейіпкерлердің не айтып жатқанын, жауыздың енді қандай қауіп төндіргенін өзің болжауға тырыс. Бұл қызықты болады. Ал қызық нәрсе әлде қайда жақсы есте қалады. Неліктен бұл әдіс жұмыс істейді? Өйткені миымыз заңдылықтарды іздеуді жақсы көреді. Тіпті ештеңе түсінбей отырғанның өзінде миың дыбыстарды, сөйлеу ырғағын, сөздердің қайталануын және қимыл қозғалысты байқап, олардың арасындағы байланысты құра бастайды. Сен оны әлі сезбеуің мүмкін. Бірақ оқу процесі әлдеқашан басталып кеткен болады. Тағы бір кеңес. Табиғи әңгімелер контентті таңда. Комедиялық сериалдар, күнделікті өмір туралы фильмдер, немесе диалогтары мол ойындар. Шынайы өмір кез келген оқулықты әлдеқайда тиімді үйретеді. Екінші қадам. Жаман сөйле, ерте сөйле, көп сөйле. Егер толық дайын болғанша күтемін десең, өмір бойы үндемей өтуің мүмкін. Елестетіп көрші, балалар. Мінсіз сөйлем құрай алғанша сөйлемейміз деп шешсе, не болар еді? Онда 7 жасқа келген балалар әлі де еңбектеп жүріп, бір ауыз сөз айтпайтын еді. Сондықтан сөйлеуден қорықпа. Естіген сөйлемдерді кофе ішіп алған тотықұс сияқты қайта-қайта қайтала. Өзіңмен өзің қарапайым тақырыптарда сөйлес. Кофе дайындап жатырсың ба? Соны айтып отыр. Итіңді серуендетіп жүрсің бе? Соны сипатта. Кір жуып жатсаң да, сол туралы үйреніп жүрген тіліңде айтып көр. Өз өміріңді дәл әлемдегі ең қызықсыз деректі фильмнің жүргізушісіндей баянда. Міне, алдымызда тісін жуып тұрып, итальян тілінде бірдеңені шала-пұла айтып тұрған ежелгі адам. Бұл күлкілі естілуі мүмкін. Бірақ дәл осылай сөйлеген тілге